Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен бірге біз айтсақ хабары. Бүгін біздің қонағымыз Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінің ғылыми хатшысы және Дана орталығының басшысы Сафуллин Жантас Нәбиұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы сіздің орталықтың атқарып жүрген бір үлкен жұмыстың бір парасы есте жоқ ескі заманда қалған көне мұраларды қайта жаңғыртып, ұмытылып қалған сол ақтаңдақтарды халықтың назарына қайта ұсыну. Бұл ретте кезінде енді облыс тарихында, өңір тарихында, жалпы ел республикалық деңгейде деуге болады, үлкен бір бастама көтердіңіздер, құлпытас сырын ашайық деп. Сол құлпытастардың ұмыт бола бастаған сол көне жазбаларды қайта жаңғыртып, үлкен бір іргелес бастадыңыздар. Жалпы осы қазір қандай деңгейде болып жатыр? Жалпы құлпытастар зерттеуді біз осыдан шамамен 10 жылдай бұрын қызығушы ретінде бастаған болатынбыз. Сол кезеңнен бері біздер 3000-ға жуық құлпытастарды тізімдедік деп есептеп айтып жүрдік. Содан кейін тарих және археология орталығына мен басшылық қызметке келгеннен кейін сол жерде де осы жұмысымызды жалғастырдық. Жаңғал ауданы, Ақжайық ауданы, Сырым аудандарында біз зерттеу жұмыстарын жалғастырдық. Мысалға, Сырым ауданында біз 270 құлпытасты анықтадық. Ақжайық ауданында 2000-дай құлпытасты анықтадық. Жаңақала ауданында да едәуір құлпытастарды анықтадық, бірақ Жаңақала ауданында көпшілік құлпытастар мына құмда екен. Сол құмға жүру кішкене бізде қиындау болып, бірақ та бірінші рет құмның ішіне кіріп, сонда құлпытастарды алып, суретке түсіріп, аудармасын жасадық. Енді одан бөлек біздерде Қаратөбе ауданын бұрын біз ертеректе зерттегенбіз. Бір 400-дің үстінде құлпытас болған, бірақ артынан тағы да зерттей келе, жаңа кісілердің айтуы бойынша, ол жерде тағы да қалып қойған құлпытастар бар деп, тағы да 200-дей құлпытастар біз бар екен анықтап, оларды суретке түсіріп, ауыстырдық. Қазіргі таңда біз бұл жобаларды Дана орталығының шеңберінде арнайы сайт жасақтап жатырмыз. Бұл сайтқа тапқан құлпытастарымыздың барлығын суреттеріменен, аудармасымен енгізіп бастаймыз. Енді алдағы уақытта жалпы осы жасалынған жұмыстарды кез келген адам енді сайттан іздеп тауып қарауына мүмкіншілік болады. Жалпы осы құлпытастардың ашайық жобасы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасымен бір астасып жатқан сияқты, өткенді еске салып, қайтадан жаңғыртып. Жалпы осы ел тарихында өзіндік бір орны бар батыр, хан, билерді айта аласыз ба? Осы құлпытас сырын ашайық бағдарламасы. Енді осы жоба шеңберінде біз 3 ханның құлпытасын анықтадық деп айтып жүрік. Ол Есім ханның, Жантөре ханның біздер есімдерін анықтап шықтық. Енді бұдан бөлек біздер Айшуақ ханның құлпытасын таптық. Осылай 3 ханды, одан кейін көптеген батырларымызды таптық. Мысалға, Науша батырдың құлпытасы анықталды. Көптеген имам молдалардың құлпытастары анықталды. Соның арқасында шамаменен біздер айта аламыз, бір батырлардың бір 30-дай батырды анықтадық, 3 ханды анықтадық, одан бөлек ишан молдаларды анықтадық. Жалпы біздердің түсінігімізде бұлар тек қана батыр, хан, төре немесе жаңағы ишан молдадан бөлек қарапайым адамдардың өздерінде құлпытастар өте көп сақталынған. Сосын жалпы рулардың орналасуына байланысты халықтың орналасу шегі қандай болды, көптеген деректерді біз анықтап жатырмыз. Яғни бұл құлпытастар зерттеу арқылы алдағы уақытта тағы да көптеген тың зерттеулер жүргізуге болатындығына көзіміз жетті. Мысалға, қай рулар бір-біріне жақын орналасқан, олардың көшуі қалай болған, мысалы қай руларменен бірге жүрген, қай қорымның ішінде тек қана мысалға Байбақты руы ма, Байбақты руының қорымның ішінде тағы басқа рудың өкілдері жатады. Яғни жақсы араласқан болып отыр, соның бәрінде анықтап жатыр. Сол жағынан келген кезеңде біздер қазір жаңағы тек қана жаңағы билеуші тап өкілдеріміз бүкіл құлпытастар түгелдей жаңағы тізімдеп, түгендеп алуға жұмыстанып жатыр. Соның барлығын жүйелеп шыққан кезеңде бір жақсы бір көз алдына біздің тарихымызды зерттеуге, көз алдымызға жақсы бір жаңағы тарихымыз қайтадан зерттеліп, зерделенеді деп есептейміз. Сонда яғни жаңа хан батырлардың бұрын жерленген жерлері осыған дейін белгісіз болып келді ғой, қайда жерленгені? Мысалға, Айшуақ ханды айтайық, Жантөре ханды айтайық, Есім ханды айтайық. Есім хандікі жалпы айтылады да, Есім жаңа өлтірілген жер деп, бірақ та құлпытас жөнінде нақты белгісіз болды. Жантөре хандығын анықтаған кезеңде ол жерде хан зират деп аталады, бірақ та қай хан жатыр, кім хан жатыр, одан ешкімнің бейхабар болды. Айшуақ ханды тапқанда тіптен ол жерде Айшуақ ханның құлпытасы бар деп ешкім ойлаған жоқ. Онда біз кездейсоқ жалпы іздестіру жұмыстарын жасап жүрген кезеңде інім жаңағы Нұртас фотоға түсіріп алып, одан кейін соны 1 жылдан кейін Фейсбуктан Мұратбек Жақатов көріп қалып, аударып, соның Айшуақ хан екендігі анықталып, сөйтіп біз анықтадық. Жалпы бұл хандардың барлығы да біздің Жайық өзенінен алыс емес, шамамен 30-40 километрден әрі қарай ішкерікке өтпеген берізектер жатыр, құлпытастар.
Сонда бұл құлпытастарды анықтау жұмыстары әлі аяқталған жоқ қой? Әлі қанша жұмыс? Бұл құлпытастарды анықтау жұмысы аяқталған жоқ. Аяқталмауының ең басты себебі бұда жүйелі қаржыландыру, жүйелі бұл жобаны жалпы қолдау жолға қойылған жоқ. Олай дейтініміз, біз бұрын қызмет еткенімде де біз өз қызығушылықпен жасадық. Тарих және археология орталығына келген кезеңде мен бұл жұмыстарды бастаған кезінде өзім бұрыннан айналысып жүргеннен кейін сол осы жобаларды жалғастырып кеттік. Бірақ тарих және археология орталығын осы 1-2 жыл бұрын жұмысын тоқтаттырды, жауып тастады да оны облыстық өлкетану музейіне біріктірді. Облыстық өлкетану музейіне біріктірілгеннен кейін жалпы осы құлпытастарды зерттеу болсын, метіркені зерттеу болсын, жалпы қандай жұмыс жобалар жүргізіп жатты, осылардың барлығы да қаржыландыру тоқтатылды. Сол себепті де бұл жұмыстарды былай айтқанда қарқынды жұмыс жасауға қазір мүмкіншілік болмай жатыр. Бәрі де айналып келгенде қаржыға келіп тұрады дейді. Иә, бұл жобалардың негізінде мемлекет жүйелі түрде қаржыландырып зерттеуге жағдай жасаса, бұл жылдам, ыждағаттылықпен және тарихшыларды осыған көбірек тартсақ, нәтижеміз жоғары деңгейде болар еді. Жалпы енді соңғы 2 жылда коронавирус пандемиясы белең алды, содан бері енді соңғы 1 жылдың төңірегінде олар QR код кеңінен бір халықтық сипатқа ие болды. Бірақ сіздер сол QR кодты бұған дейін де бір кеңінен қолданысқа енгізіп, жалпы мына тарихи ескерткіштерге байланысты қолдандыңыздар. Жалпы бұл жұмыс қалай жүріп жатыр қазір? Жалпы бұл жұмысты негізінде мәдениет басқармасының қолдауымен негіз жасап басталды. Тарихи ескерткіштерді қорғау инспекциясы деген инспекция бар біздің Батыс Қазақстан облысында. Солар осыны жасауға ынталанды. Содан біз бірлесіп, жаңа программистерді жаңа бірге топтастырып, жұмыс жасап, Орал қаласындағы әртүрлі тарихи деген ғимараттарға орысша, қазақша, ағылшынша жаңа мәтіндерін дайындап, соны сайтқа салып, оған QR кодтарын жасадық. Жалпы біз бұл жұмысты көптен ертерек бастадық деп айта аламыз. Мысалы, Ғұмар Қараштың 3 томдық кітабын шығарған кезеңде біз бірінші кезекте Ғұмар Қараштың шығармаларының бірінші аудио нұсқасын жасадық. Одан кейін сайтын жасап, сайтқа оның барлығын енгіздік. Содан кейін барып сол сайтты QR кодтап жасап алдық та, Ғұмар Қараштың 3 томдығын шығарған кезеңде 3 томдықтың сыртына QR кодын салып қойдық. Яғни сол QR кодты арқылы бүкіл өлеңдерінің аудиосын тыңдауға мүмкіншілік жасадық. Жалпы бізде, мен өзім біздің өңірімізде бұндайды басқалар жасады деп мен естіген жоқпын, бірақ біз осының алғашқылардың бірі болып біз жасап ұйымдастырдық. Жалпы алдағы уақытта да кез келген кітап нәрсе осындай құнды рухани дүние шығып жатқан кезеңде оның электронды нұсқасын, аудио нұсқасын, видео нұсқасын жасап QR кодтап салып тастаса, ол ғимараттардан бөлек жалпы шығармалардың өзіне де бұл халыққа өте ыңғайлы, қолайлы болады. Үлкен бір іске ұйытқы болған екенсіздер. Енді жалпы QR код туралы сөз болған кезде ұлттық код туралы осы ұйқас болғанын есімізге түседі. Жалпы енді атқа мінсе делебесі қозып қаны қызып жатқан қазақтың көрпенділерінің ұрпағымыз ғой. Жалпы енді осы ұлттық бірегейлікті қалай сақтап қалуға болады? Мысалға, енді айтамыз ғой, біздің аталарымыз батыр болған, атақты кісі болған деп. Бірақ соның бәрі жаңағыдай тасқа басылып, қағазға жазылып бір кемшін болған сияқты. Қадыр ақынның өлеңі бар ғой, біздің тарих бұл өзі қалың тарих, оқулығы жып-жұқа бірақ тағы деп. Осы бір олқылықты қалай шөгеді? Енді бұл жерде жалпы біздің тарихымызды біз зерттеп қарап келген кезінде әртүрлі варианттар бар. Мысалға, бізде бірінші кезекте тарихымызды ауыздан ауызға жеткізді. Ауыз әдебиеті. Ауыз әдебиеті. Жалпы бұл салыстырмалы түрде деген кезеңде өте, былай айтқанда, шындыққа сәйкес келетін ақпараттар. Одан кейін қазір мысалы Ресейдің тарихын алайық. Ресейдің тарихының өзі бірінші Петрдің, даже тіпті Иван Грозныйдың кезінен бастап, олардың барлығы қайтадан жазды. Оларда жазбаша өздерінің тарихы бар. Тіпті ол елдің өзінің халқы сол қайта-қайта саясаткерлердің ұйымдастырған, жазып қойған тарихтарына қарап, тарихымыз деп қабылдап жүр. Сол жағынан келген кезеңде біздің ауыздан ауызға тастап кеткен тарихымыз негізінде көпшілік жағдайда бізді бір жағынан ол ұлттық өзіміздің кодымызды сақтауға бірден бір әсер еткен дүниеме деп есептеймін. Бірақ енді біз кем дегенде 300 жылдай жаңағы біріншіден патша үкіметінің отарлығында, одан кейін совет үкіметінің қол астында болғаннан кейін біз сол бұрынғы өзіміздің жалпы сақтау, осы тарихымызды жадымызда сақтау жүйесінен айырылып қалдық. Олар бірінші кезекте бізді қалай құртуымыз, жалпы түркілерді қалай ыдыратып, соның ішіндегі ең өзегі болып тұрған қазақтарды қалай жоямыз деген кезеңде жаңа ұлттық кодтың барлығы қайда сақталып тұр? Бұның барлығы отбасылық құндылықтарын сақталып тұр. Яғни отбасыны бұзу арқылы ұлттық кодты бұзуға болатыны көздері жетті. Сондықтан олар бүкіл бағдарламалардың барлығын солай жасады. Ерлер мен әйелдердің құқығы деп тағы сол сияқтарын бүйтіп жасады да, бала саны азайту жоспарлы түрде тұрды. Оларды жаппай әдейі қыру әдейі тұрды.
содан кейін өзінің тарихына өздері сенбейтіндей, өздерінің тарихын өздері менсінбейтін деңгейге дейін апару, тілін қайта өзгерту, алфавитін қайта өзгерту. Мысалы біздер неге метрикені оқысақ түсінбейміз, құлпытасты оқысақ неге түсінбейміз. Яғни осы совет үкіметінің кезеңінде оның алдындағы жалпы билеушілердің, жалпы қазақты түгелдей отарлап, қазақ жерін отарлап аламыз деп мақсат тұтқандардың біз түбегейлі жою үшін осылай отбасылық құндылыққа араластыра, отбасы ретінде қалыптасуымызға мүмкіндігінше кері әсерін тигізді. Екінші, бұрын бұл біздің тарихи жадымыз барлығы да отбасыда үлкен балаға айтады, оны жаттатады, ол өзінің жеті атасын біледі, жеті атасын білген адам оның ар жағындағы тарихын барлығын біліп отырады, қайда көшіп қонғанын біледі, атасының ата қонысын біледі. Бұның бәрін қағазға бүйтіп жазып түсірмей ақ та ол оның барлығын біліп отыр. Кейінгі ұрпақтарына солай бір кейінгі ұрпаққа бірінен біріне берілді. Құлпытастың басына барады, құлпытасты оқиды, өзінің жаңа қайтыс болған адамның кім екендігі барлығы жазылып тұрады. Оның жаңа тас қойған адам кім екендігі жазылып тұрады. Одан бөлек оның артында аят жазылып тұрады, діні жазылып тұрады. Былай айтқан кезде билігі бар, барлығы бар, бір қалыпты болды. Енді басқалар сияқты қағазға жазып түгелдей сақтамады дегенменен жаңағыдай адамдардың жадында сақтады. Бірақ совет үкіметі кезеңінде, мына совет үкіметі орнағаннан кейін бұлар тотальды түрде аяусыз адамдарды қырумен айналысты да, адамдардың барлығын түгелдей санасын кері өзгертеміз деген принципті шын мәнінде бұл алдын ала совет үкіметі орнап келе жатқан кезеңде жоспарланған жүйелі жалпы әлемді қайта билеуге, әлемдегі адамдардың санасын қайтадан өзгерту арқылы билеуге ұмтылған. Мысалға біз қазір коронавирустың өзінде таңғаламыз, бұл қалай жоқ жерден вирус пайда болды, бүкіл әлем қазір шырқ айналып кетті. Сол жағынан келген кезеңде осы бізді отарлаудың да жүйесі тап сонымен тікелей байланысты. Соның кесірінен біз жаңа ұлттық тәрбиенің барлығынан айырылдық. Жаңа ұлттық кодтың барлығы ұлттық өзінің отбасының тәрбиелеуінде байланысты болып тұр еді. Жаңа қағаз дегеннен шығады, енді қазір қағазға ғана сенеміз ғой. Бұл ретте осы бірнеше жыл турасында сіздің метрика жазбаларын тауып, соны біздің өңірімізге келген есіме түсті. Жалпы кезінде қазір әрбір 10 жыл сайын халық санағын жүргізеді, сол кезде де молдалардың өздері бір тегін ақысыз түрде әкімдіктің қазір халыққа қызмет көрсету орталығының халықтың санағын алып тұрған сияқты. Осы жазбаларды қайттан жаңғырттыңыз. Қазір осы жазбалар қанша метрика жазба әкелді? Жалпы біздер Уфадағы осындай метрикелі журналдар бар дегеннен кейін едәуірін алып келдік, көзімізге түскеннің барлығында. Жалпы бұларды совет үкіметі дейінгі болған жазбалар, бұлардың дені. Патша үкіметі не істеген? Көшіп жүрген қазақтар. Бірінші мына Башқұртстанды алып осылай тізбектейді. Түгел тізбектеп алады, қанша адам бар екендігін, қанша баласы бар екендігін, қай жерде көп шоғырланған барлығын анықтайды. Содан кейін отарлау жұмысын жалғастырады. Тап сол жұмысты содан кейін біздің ішкі ордаға, Бөкей ордасына дайындайды. Сондықтан екінші этап осындағы мешіттерге тапсырма береді. Себебі Бөкей ордасы тікелей Астраханға бағынады. Сосын жалпы бүкіл жаңағы мұсылмандар, жаңағы патша үкіметінің қарамағындағы мұсылмандардың барлығы да жаңа Уфаға бағынады. Уфада орталық, негізгі орталық сонда. Құжаттардың барлығын бір көше емес сонда жібереді. Тапсырма беріліп, түгелдей тізімдеп отырыңдар. Сол тапсырмаға сәйкес бізде тізімделген бір данасы Уфаға жіберілгенде сонда сақтап қалған. Біздегі мешіттердегі сақталған даналары жойылып кеткен. Сол даналарын біз тауып әкеліп, бұл қазір Уфада бар, Астраханда бар, біздің Оралдағы өзіміздің орталық архивімізде бар. Бұлардың барлығы біз өзіміз едәуірін 1871 жылғы аударып бастадық. Шамамен 3 томдай болды. Оны біз кітап қылып дайындап қойдық та, манағы айтқан ол тарих және археология орталығы дайындалды да, музейге біріктірілген. Тағы да қаржы бұрынғы бөлініп келіп еді, негізі қаржысын мемлекет негізі бергенді. Тарих және археология орталығы болған кезеңде қаржысы тұр еді, бірақ сол қаржысына шығармай соны тоқтап қалды, ол содан шықпай қалды. Енді бұларды да болашақта біз сайтқа орналастырып, халыққа қолжетімді қылуға жұмыстанып жатырмыз. Осы метрика жазбаларында қандай тың деректерді айтар едіңіз? Бұл жерде өте үлкен тың деректер ашылады. Ең бірінші кезекте жалпы қазақты жаппай қыру қай кезеңнен басталды деген сұрақ туындаған кезеңде біз совет үкіметі кезеңінен бастаймыз. Патша үкіметі кезеңінен басталды деп айтуға болады. Себебі жалпы халықты отырықшыландырамыз деп, бір жерге топтастырамыз деп, переселендерді әкеле бастаған кезеңде халықты күштеп көшуге тыйым салып тоқтатады. Сол кезеңде халықтың көшпелі өмірде жылы жаққа кетіп өзі өмір сүріп жүрген адамдар үшін жаңағыдай жартылай жертөле үйлерде тұрған кезеңде кішкентай балалардың жаппай қырылғандығын сол метрикелік журналдар арқылы біз көзіміз жетіп отыр.
метрикелі журналдар арқылы жалпы қандай адамдардың сол кезеңдегі ауру түрлері болғандығын соны біз анықтай аламыз. Ауырған еден жазған иә бәрі. Анда барлық диагноз қандай молдалардың артықшылығы сол білімділік сауаты жоғары болған болып тұр. Ауырып қайтыс болған адамның барлығына диагнозын жазып отырады. Қандай диагноз қойылды. Содан кейін бұл құлпытастармен де байланысты, себебі сонда жазылады қай жерге жерленгендігін. Яғни жерленген жерін білгеннен кейін құлпытастарын зерттеуге де болашақта бір-бірімен байланыстыруға әбден болады. Енді метрикеден адамдардың біздерде көпшілік абстрактты түрде айтылады. Мысалға біздерде Есенгелді-бай дегенді біз бұрын зерттедік. Соған қатысты әдеби шығармалар көп. Әдеби шығармалардың барлығында Есенгелдіні біресе жылын әр жаққа апарады, біресе бер жаққа келеді, әрі бері қарай тарта береді. Құлпытасын тапқаннан кейін оның қай жыл екендігін бір анықтадық. Екінші, метрикелерді біз көріп оқыған кезеңде біз анық дерек көздерінен көріп тұрмыз. Метрикелерде кімнің қашан дүниеге келген, кім кімнен дүниеге келіп жатқанын, даже Дина әжеміздің өзіне қатысты көптеген тың деректер бар. Метрike жазбаларында бар. Оны болашақта біздің зерттеушілеріміз оны жаңа толық материал жазғаннан кейін жариялайтын болады. Жалпы енді 20 ғасыр патша үкіметі тарих сахнасынан кетіп кеңес үкіметіне келген бір үлкен бір күрделі кезең болды ғой. Бұл ретте осы ұлт болып ұйысқан елді ыдыратуға бір үлкен жұмыстар жүргізілді. Бұл ретте 30 жылдардағы аштық бар, одан кейін ғана репрессия, қуғын-сүргін құрбандарын айтпай кетуге тағы да болмайды. Осы әлеуметтік желіде басына жарық көрді, кейін өз аузыңыздан бір естідік, кейін соның тарқатып айтып берсеңіз деген осындай бір сұрақ бар. Бөрлі ауданында машина трактор станциясынан осы қырғын болған деген деректі естідік, соны айтып берсеңіз. Енді бұл шамамен 30 жылдардың шамасында болған деп айтылады. Сол кезеңде сол МТС жаңағы салыну керек болады. Машина трактор станциясы сол жерге, сол айнала, соның фундаментіне, іргетасына, сол айналада құлпытастардың барлығын түгелдей сындырып алып келіп, соны жерге салып жіберген. Ол екі түрлі мақсатпен жасалып тұр. Бірінші кезекте халықтың рухын сындыру керек. Себебі оларға көрсетіп тұр, әнекей сенің ата-бабаңның басындағы зиратты біз күл талқан қылдық, сен маған не істей аласың. Солайша адамның өзінің ата-бабасына өзі сенбейтіндей, олар қорғай алмайтын дәрменсіз екендігіне көз жеткізу. Ал бірақ бұл 33-34 деген оның алдында 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33 үлкен нәубеттер келді өтті. Яғни ең бірінші 22-23 жылдары, 23-24 жылдары адамдар тізбектеп сайлау құқығынан айырады. Содан кейін барып 28-де жаппай тәркілеуді бастайды. Бірінші 28 ірі байларды 1928 жылдың 20 қыркүйегінен басталады. Кәмпескелеу Қызыл ту газетіне алғашқы қаулыны жариялайды. Мінекей осындай адамдар тізімделді, осыларды біз кәмпескелейміз. 20 қыркүйекке, содан кейін оларды көп кешке бір айдың ішінде түгелдей кәмпескелеп үлгереді. Сол кезеңде байлар айтып ескертеді, қазір біздерді тек кәмпескелесе көп кешпей орта деңгейге, одан төменгі деңгейге түседі. Сондықтан бұнымен біз келіспеуіміз керек, бұның арты үлкен қиыншылыққа келеді деген кезеңде жаңағы халықты әдейі айдастыру үшін бірінші үлкен байларын шығарып алады. Оған орта байды айдастырады, кедейлерді айдастырады. Осыны болғаннан кейін орталарын шығарып алады. Бұл айтқан кезде содан кейін ешқайсысын қалдырмаған. Кімнің азын-аулақ мал-мүлкі бар, барлығын түгелдей қырып жояды. Яғни 28-ден бастап 32-ге дейін адамдар тәркілеп, быт-шыттарын шығарады. Адамның артық ештеңе ұстамайтын деңгейге жеткізеді. 33-те жаңағыдай енді керек болса өздерін құртып болды ғой. Енді ата-бабаларының басына қойылған белгілерді жаңағыдай құртып, рухын әбден адамды сындырып, тек қана қазіргі жүйеге ғана бағынып, тек қана дірілдеп қорқып отыру. Кәдімгі үлкен бағдарлама сияқты. Бұл үлкен бағдарлама. Біз бұны осы уақытқа дейін ойладық, бір оқтын әрбір кезеңде бір бірең-сараң кездесіп жатқан әрекеттер жоқ. Бұның барлығы арнайы түрде жүйелі жасалған. Біз оны қазіргі таңда осылар зерттеп жатырмыз. Біз осының барлығын жүйелі дәлелдеп алып шығып көрсетуіміз керекпіз. Бұл қаладағы да тіпті көптеген ғимараттардың астында, қаладағы қазір Оралды ғимараттардың астында сондай құлпытастардың сақтаулы тұрғандығы қазір айтылады. Енді ол ғимараттарды біз бұзып қарап жасай алмаймыз, бірақ болашақта оған да өзім ойлаймын, біз оған да жетеміз. Бірақ ол да үлкен мәселе. Сол жағынан келген кезеңде біздің ата-бабаларымыз басына қойылған белгілерді, былай айтқанда аруақтарды қорлау, сол аруақтарды қорлау арқылы сол жерде өмір сүріп жатқан адамдарды өздеріне кәдімгі құлша бағындыру үшін жасалынған әрекеттер. Енді біз Бөрлі ауданында тек қана құлпытастардан бөлек 37-18 жылдарда ол жерде НКВД-ның ғимараты болған. НКВД-ның ғимараты және сол НКВД-ның ғимаратының жанында сол жерде ату жазасын орындайтын үкім жерлері де болған. Сол жерде адамдарды қажет болса тіпті атып сөйткен. Біз қазіргі таңда соларды зерттеп іздестіріп жатырмыз. Болашақта жалпы бізге мемлекетке, соның ішінде облыс әкімдігіне мен ұсынбақпын қазба жұмысын жүргізуге. Себебі сол жерде ату жазасы жүзеге асырылған болса, қазба жұмысын жүргізіп,
шын мәнінде адамдар атылған болса неше адам атылды, солардың барлығын анықтауымыз керекпіз. Сүйегі денесі қалдықтар болған. Сүйегі қаралады, міндетті түрде атылған болса оның бірден былай айтқан кезінде көрініп тұрады атылған адамның оғы барлығы сол жерде сақталынады. Сондықтан алдағы жылдары біз сол жерлерде қазба жұмыстарын жасауға ұсыныспен шығамыз. Егер мемлекеттік қолдау тапса, келесі жылы сол жерлерде қазба жұмысын жүргіземіз. Бұл ретте дана орталығы да араласады облысқа, дана орталығы. Енді бұл қазіргі таңда саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша жалпы Қазақстан Республикасының президентінің тікелей тапсырмасымен арнайы жарлық шығып, сол жарлыққа сәйкес мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев осы жұмысты негізгі ұйымдастырушы. Мемлекеттік хатшы қазір бүкіл облыстарға тапсырма беріліп, осы уақытта жұмыс жасап жатыр. Батыс Қазақстан облысы бойынша дана орталығы осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жұмыстарының ұйымдастырушы жұмыс тобы болып негізгі болып бекітілді. Енді бұл бағытта қазір 7 бағыт бойынша үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Енді осы жылдың аяғында біз оның алдын ала осы биылғы жылдың бір 5 айында жасалған қорытындысын биылғы жылдың аяғында жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы осы киелі жерлер бойынша тізімдерді ұсынылды. Олар бекітілді, облыстық деңгейдегі, жалпы ұлттық деңгейдегілер бекітілді. Бірақ бір нәрсе кемшін тұсымыз бар, біз осылардың барлығын халыққа енді қайтадан қол жетімді қылу, екінші оларды насихаттау, туризм нүктелеріне айналдыру, сосын халықты сол жерлермен көбірек айналдырып, халыққа көбірек таныстыру бағытында жұмысымыз бізде өте кемшін. Біз алдағы уақытта осы жұмыстарымызды күшейтуіміз керекпіз. Одан бөлек біздің қасиетті жерлеріміздің саны бұдан да көп. Соларға әлде де зерттеу жұмыстарын жасап, соны біздер ұсынып бекітуіміз керекпіз. Мысалға, үлкен күре жол бар бізде, мысалы Оралдың, мысалы Ақтөбе бағытына, Атырау бағытына, Ақсай бағытына, Тасқала бағытына өзінің күре жолдар санаулы, өзі 4-5 күре жол бар. Сол әр күре жолдың бойына, мысалы қандай қасиетті сатын бар, соған белгі қойып бастасақ, соның өзі ол қарапайым нәрсе, бірақ үлкен ой салады. Екіншіден адамға бірден айтады, мінекей мына жақта тұр. Болашақта туристер, кез келген қызығушы адам үшін ол жақсы бір белгі болады да, бұл қолы бос кезеңде солға қарай бұрылып барылады. Ол мысалға бұрылысқа қойғаннан кейін белгілі бір елді мекенге жеткен кезеңде әрі қарай былай барасың деп солардың барлығы көрсетілсе, осылардың барлығы туризмді дамытуға, тарихымызды дұрыс түсінуге көмек болады. Сондықтан жалпы мына қасиетті жерлеріміз айқындалғаннан кейін енді оларға барып көзбен көру бір мәселе, олар жөнінде екінші жинақтап кітап шығарып халыққа түсіндіру, ол жөнінде сайт жасап, кез келген адамға қол жетімді қылу, келесі сатыдағы жұмыстарымыз бізді күтіп тұр. Сол жағынан қазіргі таңда бізде жүйелі жұмыс әлі қолға алынған жоқ. Біз осыны болашақта мемлекет осыны қолға алып, әрі қарай осы басталған жұмысты аяғына дейін жеткізуге күш салу керек. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Өлкө тарихын түгендеудегі ісіңізге тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Амандықпен көрсек.